Түркістан облысында лауазымды қызметтен кетушілер және мемлекеттік қызметке орналасу үшін конкурсқа қатысушылар саны артқан. Мәселен, былтыр өз еркімен 211 адам жұмысынан босатылған. Бұған себеп жалақының аздығы дейді мамандар. Ал өткен жылы заң бұзушылықтарға жол берген 18 лауазымды тұлғаға қатысты әкімшілік іс қозғалған. Құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында заң бұзушылық көп тіркелген сала зерделеніп, алдағы уақытта профилактикалық жұмыстар жүргізіледі дейді мамандар. Мониторинг кезінде мемлекеттік қызметкердің орташа жасы 40 жас, еңбек өтілі 10 жыл екені анықталған. Мемлекеттік қызмет туралы заңнамаға бірқатар өзгерістер енгізілді. Мақсат жастарды мемлекеттік қызметке тарту. Оның ішінде уәкілетті орган белгілі бір мәнді шекті белгілейді. Мысалға, қазіргі GPA дейміз ғой, GPA жоғары 3,5-нан кем емес, мысалға сондай шекте болған жағдайда грантпен, тапсырыспен бітірген студенттер аудандық әкімдіктердің аппараттарында, аудандық сол аудандардағы бөлімдерде басшылық емес лауазымдарға конкурссыз тағайындалуына мүмкіндік беріліп отыр.